сәлеметсіз бе құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. 51%-ға өседі. Зейнетақы алушылар үшін жақсы жаңалық. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписка түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Осы уақыт аралығында базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға дейін өседі деп жоспарлануда. Бұл ретте базалық зейнетақының орташа мөлшері жылдық өсім шамасымен 13%-ды құрайды. Бұл Қазақстандағы барлығы 2,2 миллион зейнеткерге және де 1998 жылға дейін еңбек өтілімі бар болашақ зейнеткерлерге әсер етеді. Сонымен қатар, заң жобасында 2023 жылға 1 қаңтардан бастап зейнеткерлерге шығатын азаматтар үшін ынтымақтық зейнетақыны есептеу үшін пайдаланылған ең жоғарғы табыс мөлшері 46 айлық есептік көрсеткішпенен 55 айлық есептік көрсеткішке дейін артуы қарастырылған. Осының барлығы 2025 жылғы зейнетақының жалпы көлемінің орта есеппенен 27%-ға 3 жыл ішінде 109-138 мың теңгеге дейін артуы жолға ашылады. Сондай-ақ зейнетақының жалпы көлеміндегі мемлекеттік төлемдердің үлесінің артуы әрекесі осылайша зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі жаңа шаралардың кешенін енгізуге бүгінгі ғана емес, болашақ зейнеткерлерге жетілдік зейнетақылармен қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Анықтама үшін қазіргі уақытта Қазақстанда көп деңгейлі зейнетақы жүйесі қалыптасты және жұмыс істейді. Оған базалық және ынтымақтық зейнетақы, сондай-ақ қызметкерлердің зейнетақы жинақтары қатысады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.